Бәріңе сәлем, құрметті отандастар, құрметті достар, отандастар. Мен бүгін сендерге MacBook компьютерінде, ноутбугында, сендерге қалай мына Microsoft Office программаларын, Excel, Word дегендерді тегін қалай ашу керегін сіздерге көрсететін боламын бұл бейне сабақта. Мен сіздерге бұл тәсілді ұсынбаймын, мен сіздерге бұл тәсілді қолдануға мен сіздерге насихаттамаймын. Себебі бұл заңсыз болып есептеледі, лицензияланбаған бағдарламаны пайдалану. Ең жақсысы, ең дұрысы, лицензия сатып алыңыз и қолданыңыз жақсы мақсатта. Жақсы жаңартулармен, ең соңғы. Бірақ егер сізде таңдау тұрса, офисті қолданбау немесе қолдану деген. Сізде оны сатып алуға қаражат жоқ, болмаса басқа бір себептер, карта жоқ, немесе біз интернет жоқ жерде жүрсіз, мына видео сізге бір белгілі себептермен Bluetoothпен ба кетті дейік видео. Жарайды, ол кезде енді сіздерде мен сіздерге соны көрсетейін, қалай қолдану керегін. Бірінші очередь менің осы видеоның астында сілтеме бар. Сілтемеге кіріп, мінекей мына екі файлды жүктеп аласыздар. Google дискқа салып қойдым мен. Google дискта Microsoft Office Licenser дешті Cracker деп жазылып тұр. Соны скачать етіп алғаннан кейін мына бірінші файлды ашасыз. Office 365-2021 дешті Crack. Яғни осыны жүктегеннен кейін жүктеледі, мына жаққа жерде. Білмеймін сізде қандай тілде тұруы мүмкін. Менде ағылшын тілінде тұр. Менде осылай тұрады. Continue, яғни әрмен қарай, алдыға, сосын орнатылғаннан кейін мына жерде хат шығады. Хабарлама жасыл түспен немен жаңағыдай қабылданды деген. Яғни сәтті орнатылды деп шығады. Содан кейін аласыз да бұны жабасыз. Мына жерде жабу деген тұрады, close. Одан кейін мына жақта бірден кірмеңіз. Мыналарға кірудің қажет жоқ. Егер бірден кіріп кетсеңіз, процесс орындалмай қалады. Сосын сізде тегін нұсқасын қайтадан жазу орындалмай қалып, барлығын қайтадан өшіріп, сосын барып қайтадан орнату керек болады. Маңызды нәрсе, мыналарға кірмеңіздер бірінші жазғаннан кейін. Мынаны жазғаннан кейін, мынаны ашып жаздық қой, мінекей жабу дегенді бастық, менде орнатылып тұр. Мен ештеңені ашпай бармай қойын, арман қарай. Осыны орнатқаннан кейін, Cracker 2021 дегенді басамыз. Мынаны басқаннан кейін жерде дәл осылай бағанағыдай орнатуды бастайсыз. Орнатып жатқан кезде құпия сөз сұрауы мүмкін, жазасыз да, орнатып. Мына жерде дәл осындай жасыл шығады. Install successfully. Яғни сәтті орнатылды деп шығады. Сосын онда закрыть дегенді басасыз. Мына жерде орысша тұрса, менде close деп тұрады, ағылшыншада close. Close басқаннан кейін болды. Одан кейін қолдана бересіздер. Кез келген файлды ашасыздар. Мінекей Office, Word, Excel, PowerPoint, мінекей. Осылар бәрін қолдана беруге болады. Айтқандай, сіздерге қолдануға, бұлай жасауға мен сіздерге ұсынбаймын. Бұл тек сізде неше түрлі жағдай болып, қолдану сатып алуға мүмкіндік болмай жатырғанша, енді басқа амал жоқ. Сәтті күніңіз тілеймін. Осымен болды. Мына файлдарды астыдағы сілтемеден жүктеп алсаңыз болады. Сау болыңыздар.